қалам әдісін бір-біріне үйлестіре отырып, стоп деген жаңағы тоқта деген сөз арқылы қалам соңғы кімнің қай оқушының қолына тиді, сол оқушы кішігірім кемінде 1 минут ішінде мәлімет беру керек. Кенесары хан 1802 жылы дүниеге келген. Ол Шыңғыс ханның ұрпағы, Абылай ханның немересі және Қасым ханның ұлы. Ол кішкентай кезінен-ақ батырлығы білінген. Ол кішкентай кезінен жауға шапқысы келген және де тарихшылар оны Кенесары көзсіз батыр деп атаған. Және де ол қазақтарда ол жасақтарды жақсы жасақтай білген және де ол көтерілісті жақсы жүргізген. Жақсы керемет. Қарындашты үлестіреміз келесі. Стоп. Расыз. Қандай мәлімет өзің зерделедің? Интернет ресурстардан мәліметтер жинаған бар ма? Жалпы YouTube, Google, Википедия порталдарынан зерделеу сұрақтарын мен бердім. Сол жерден қараған кезде өзің қандай қызықты мәліметтерді кездестіре білдің? Кенесары хан кішкентай кезінен алып батыр болған. Ол Абылайдың немересі болған. Қырғыздардың кекілік сеңгір деген монопаттарының болды. Қырғыздардың Нишевскийдің отряды және Қоқан халқының әскеріне Алмайсай деген шапшылардың Кенесарының сарбаздары үш жақтан қоршап алатын болған. Одан қоршап алу практикасында. Таулы аймақ хан Кененің сарбаздарына басымдық бастады.